Неге біз тоқтамай жей береміз? Ғылым не дейді? Тамақты көп жеп тоқтамай қалатын сәттеріңіз болды ма? Өзіңізге ертең диета бастаймын деп айтып, сосын тағы да түнде тәтті жеп қойдыңыз ба? Бұл видео Сьюзан Пирс Томпсонның «Неге біз артық жейміз» атты әйгілі кітабына негізделген. Автор нейробиология профессоры, әрі өзі де артық салмақтан арылған адам. Артық жеудің басты себебі ми. Сьюзанның айтуынша, тамаққа құмартудың себебі илік-жігердің әлсіздігі емес. Бұл мидың биохимиялық бұзылысы. Артық салмақ жаман әдеттің емес, ми құрылымының өзгеруінің белгісі. Қазіргі өңделген тамақтар, қант, ұн, фастфуд, тағы басқа мидың рахат бөлігін, яғни дофамин жүйесін артық қоздырады. Дофамин және тәуелділік. Кез келген тәтті, ағын, тіпті пайдалы көрінетін өнімдердің кейбірі дофаминнің көп бөлінуіне себеп болады. Уақыт өте келе, ми сол әсерге үйреніп, бұрынғы мөлшерінде әсер етпей қалады. Салдарынан адам көбірек жеуге көшеді. Ғылыми факт: дофаминнің әсерінен мидағы тоқтық сигналдары бұғатталады. Бірінші ереже: жаңа нейрон жолдарын қалыптастыру керек. Автор бұл жағдайдан шығу үшін bright line, яғни қатаң айқын шекаралар қою керек дейді. 4 нақты ереже ұсынады. Біріншісі: қантты мүлде алып тастау. Екінші: ұн өнімдерін, ақ нан, печенье, пицца алып тастау. Үшінші: тәртіппен тамақтану, күніне 3 рет, ешқандай перекуссыз. Төртінші: тамақ мөлшерін нақты өлшеп жеу. Бұл ережелер жаңа жүйке жолдарын қалыптастырып, ескі әдеттерді әлсіретеді. Екінші ереже: ерік-жігерге сену қате. Ерік-жігер батарейка сияқты, күні бойы таусылады. Таңертең шешім қабылдау оңай, ал кешке бәрі бұзылады. Сондықтан автор ерікті емес, жүйені қолдануға кеңес береді. Тәртіп, таңдау азайған кезде тұрақты нәтиже береді. Үшінші ереже: аштық пен эмоцияны ажырата білу. Кітапта тамақ жегіңіз келген сайын өзіңізге 3 сұрақ қою ұсынылады. Бірінші: мен қазір физикалық ашпын ба? Екінші: менің көңіл күйім қалай? Үшінші: бұрын бұл сәтте не жейтін едім? Тамақ бізге эмоцияны жабуға арналған құралға айналып кеткен. Қуаныш та, уайым да бәрі жегенге әкеледі. Бұл жүйе неге жұмыс істейді? Кітап негізінде мыңдаған адам салмақ тастап денсаулығын қалпына келтірген. Жүйе күшпен емес, ми механизмін түсіну арқылы жұмыс істейді. Ең бастысы айқын шекара, қай өнімнің жарамсыз екенін нақты білу. Анық шекара тең тұрақтылық. Қорытынды: егер сіз үнемі ертең бастаймын деп кейінге қалдырып жүрсеңіз, бұл кітап сіз үшін. Артық тамақ жеу еріксіздік емес, мидың сигналын бұзған өңделген тағамдардың нәтижесі. Сізге таңдау керек: эмоциямен жеу ме, әлде санамен шешім қабылдау ма?